Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін оңай әрі тез дайындалатын өте дәмді тағам әзірлейміз. Алдымен табамызды қыздырып, майымызды, құямызды, туралған тауық етін саламыз. Менде тауықтың төс еті. Тауықтың еті тез пісетіндіктен біз астындағы отын әрқашан қатты қып қоямыз. Қақпағын жауып, кішкене қайнатып аламыз. Енді тауық етін кішкене тұздаймыз татымына қарай. Қара бұрыш қосамыз, қалауыңызбен дәмдеуіш қоссаңыз болады. Менде универсальный вегета дәмдеуіші өте жақсы дәмдеуіш. Кішкене паприка қосып жібереміз. Паприка біздің тағамымыздың түсін әдемі қылады, әрі дәм береді. Жақсылап араластырып аламыз. Тұзын дәмдеуішін қосқанда абайлаңыздар, қатты ас шығып жібермеңіздер. Енді суы сорғығаннан кейін бір пиязды майдалап турап қосамыз да, пиязы жұмсарғанша тағы да 3-4 минуттай қуырамыз. Пиязымызды қуырып болғасын бір ас қасық томатымызды салып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Астындағы отымыз қатты біздің әлі де. Енді 20% сливкидан 120 грамдай құямыз. 15% 10% сливкида бола береді. Сливкимен бірге помидорды да турап қосып жіберсеңіздер болады. Және сливкимен помидорды қосқаннан кейін бұрқылдатып тағамымызды қайнатпаймыз. Яғни өстіп араластырып тұрып, бұрқылдатпай қайнатпаудың әрекетін жасаймыз. Себебі сливки ашып кетуі мүмкін. Осымен біздің тағамымыз дайын, бар жоғы 25-30 минутта дайын болады. Және гарниріміз де дайын. Гарнирдің рецепті керек болса, мен видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Өте керемет рецепт. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Күрішке горох, кукуруз қосып. Енді тағамдарымыз дайын. Күрішті, яғни гарнирді осылай пиалайға құйып, немесе әртүрлі формочкаға құйып, формасын келтіріп, тарелкаға салып әдемілеп ұсынсаңыз болады. Осы гарнирмен әдемі үйлесетін тағам міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Жарты сағатта дайын болатын тағы да бір тағамымыз дап-дайын. Ұнаса төменге комментарийға пікірлеріңізді жаза қойыңыздар. Және де каналға тіркеліп, каналды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Рахатай. Баршаңызға ас болсын.